Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді, жұмсақ оладьи дайындаймыз. Оладьиге қажетті заттар: ұн, айран, 2 дана жұмыртқа, қант, тұз және де жарты шай қасық ас содасы. Ең алдымен жұмыртқаға қантымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұзымызды саламыз, араластырамыз. Ұнымызға соданы араластырып, електен өткізіп, ұнды 3 бөлікке бөліп, бір-бірлеп саламыз. Ұнның бәрін бірден салуға болмайды. Ешқандай түйір болмау қажет. Қамырымыз қою, қоймалжың, қаймақ секілді болуы қажет. Табамызға май құйып, қыздырып аламыз. Үлкен ас қасықпен бір-бірлеп қамырымызды құйып, пісіріп аламыз. Оладьилер істі, қызарып әдемі болып пісті. Достар, дәл осы рецептпен сіздерге пісіруге кеңес беремін.